Сәлем достар, бүгін мен Хартсензе. Достар, біз бүгін дейтін хай-тек үй салуды жалғастыратын боламыз. Мен алдын ала видеоға осылай дайындап қойдым, чтобы маған қиын болмас үшін. Қазір мына яқтың барлығын тура анау сияқты қылып істеп шығамыз. Так, сіздер болса құрып отырмай тіркеліңіздер, және де лайк басыңдар, комментарий жазып кетіңіздер. Осылай істей береміз. Так. Мына тереңдігі 6 метрлік болу керек, по идее. Так, анау 2, 3, 4, 5. Мынауысымен қосқанда 6 болады. Тереңдігі 6 метр. Қазір. Жалпы жаңа жылды қалай тойлап алдыңыздар дейін десем, уже жаңа жыл өткеніне көп болып кетіпті ғой. Достар, давайте бірден бір 10 подписчикке жеткізейікші. Менің сіздерге айтарым сол. 10 подписчикке жеткенде мен сіздерге күшті контент түсіретін боламын. Және де бір басқа адамдармен билд батл ойнайтын боламын. А сіздер болса тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Так, осылай істей береміз. Ойбай, мен не істеп кеттім? Егер де 10 подписчик болса, және 10 подписчик немесе осы видеоның астына 30 лайк болатын болса, мен билд батл ойнаймын. Билд батлда біз тачки, метр, соларды саламыз, Шрек, Губка Боб, Хаги-Ваги, көптеген персонаждар салатын боламыз. Том за золотом, Бен. Том дегенім, Том за золотом деп ойындайды жүрпін ғой, ойынның атын. Сол, короче. Егер осы видеоға 10 подписчик немесе 10 лайк, 30 лайк жинайтын болсаңыздар, мен әрине билд батл ойнаймын. Осылай істей береміз. Құрып отырмаңыздар. Жаңағы айтқан подписчикті немесе лайкты жинап жіберіңіздер. Так, міне, мына жағы 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы жағы 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 екен. Міне мына жағы 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Короче, мына жағы 13, ана жағы 10 ғой, короче. Мына жағы 10, мына жағы 13. Тереңдігі 6 метр. Енді мұнамен біз бөлмелердің несін істеп шығу керекпіз осылай. Кішігірім нелер болады. Так, осылайдан ана іштене болса. Тоқта, мен ана. Тағы да бір блокқа не істейін. Міне. Тағы да бұлайдан тағы мына жағына істеп шығамыз. Так, сосын. Мына яғына осылай. Жоқ. Міне осынша бөлме болады. Енді мына жағынан осылай істейміз. Так. Осылай. Жоқ, мен мына есікті бұяқ қарап емес. Мына жақ қарап істейін, вот. Так, енді. Міне, осылай. Тоқташы, может, былайынан істей аламыз. Так, қазір. Осылай істей аламыз. Ана жақты қазір дұрыстап жүрем. Енді біз мына яғын жауып, мына яғынан істейміз енді. Міне. Сөйтіп мына яқта да бір комната болады. Примерно мына шеттен, жоқ, мына шеттен екен. Осылай істей береміз. Или мына жаққа тақай салу керек. Сөйтейік. Мынаны бұзғамыз. Сосын қазірше мынаны бүйтіп дұрыстап істей жібереміз. Сосын мына яғынан былай бүйтеміз. Ал енді мына төбесін дұрыстап істеу керек енді. Мыналардың бәрін бүйтіп сындырамыз. Мына жері дұрыс, осылай істейміз. Мына шеті дұрыс. Мына жаққа былайдан қойып жібереміз. Пайда болды негізі ше. Осындай 3 комнаталық үй болады. Енді ішін сәндегенше күте тұрыңыздар. Ой, тоқтаңдар. Айтпақшы, бұл блоктарға міне осындай блоктар керек. Блок дейін деп жатырмын ғой мен. Осындай блоктар керек. Осы блоктармен істесе әдемі көрінеді. Ақпен істеп көргеннен ол жаман шықты. Қазір енді ішін сәндеуге көшейік. Ал міне достар, давайте мына жақтан бастап көрсетейікші. Міне хат жолашылықтың ғой. Міне біздің үйіміз жер астындағы. Так, енді міне осылай пәске түскенде бірінші осындай кухня. Ойбай, мен мына жаққа стол істемей өсіп кетті. Қазір істей саламын. Мына жақта осындай душ. Енді ана жақтан бір көреді. Бірақ бұл жерде только мен ғана. Ана жақта жататын шет осындай. Ал декорация үшін. Мына жақта киінетін осындай шет. Давайте тез стол істеп салайықшы. Мынаны аламын. И мынамен ба істей салайын ба? Осымен істей салайыншы. Или осылай только столды осылай қойып қоя салайын. По идее нормально болды. Стол керек емес. Болды. Осындай стол тұрады. Мына жақта продуктаны мына осындайлар сап қоя саласың. Болды, біздің үйіміз осы. Үстімен қарағанда міне. Әп-әдемі үй болды. Ұнаса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, подписаться етіңдер. Сендер болған мен Хартсензе.